Сәлем достар, настолько World арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі бізде 5 жылдың 3-ші сериясы, яғни соңғы бөлімі болады. Арматор келі болаттарыңызды басып, подписканы басып, колокольчикті басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де бұл соңғы бөлімі болған соң зақымдықтар болады. Ендеше достар, біз сериалымызды басайық. Ой достар, 1-2-3 күн өткен соң Мен что-то кешігіп қалған жоқпын ба? Енді сіз барыңызшы. Қыздар, сәлем. Жаңадан қыз келген ба не? Иә, жаңадан қыз келген. Мәні кім қайда? Гүлім. Гүлім. Туф, не істейсің? Жарай айта салайықшы. Ол Гүлім шығып кеткен, оның әпкесі отыр ғой, міне бұрын қатысқан. Ойбай, мынау жаңадан келген ба, мәссаған. Күлкім келіп жатыр. Ой, жаңадан келді, ой. Еще біз дейтін. Ана не істегенбіз ғой? Біз ана апайдың біз жақсы көретін бишілері едік, оқушылары едік. Ал мына біздің орнымыз тартып алды ғой. Қойшым ба, бәсе. Үнеміз, көңке жоқ болып жүреді ғой. Сен бе, мен сіңлімнің орнын тартып алған? Не, қайдағы тартып алған? Мен вообще тартып алмаймын. Сендер қызықсыңдар ма? Мен ешкімнің орнын тартып алған жоқпын. Көп сөйлеме. Қазір уже би басталады. 5 минут қалды. Тез барып сапқа тұрайық. Сапқа тұрайық. Бірінші болып барайықшы өтініш. Бірінші болып барамыз. Мен ешкімнің орнын тартып алған жоқпын. Саған вообще кім айтты сөз сөйледі? Кім берді саған сөз сөйледі? Қазір ана би берді, сосын сыбағасын берейе. Дұрыс айтасың, мә оны күшті болайын деп тұр. Әрине күшті болады, давайте кеттік. Туй. Мен көрсетпен маған. Соны айтам. Қыздар, достар, яғни ана апайдың орнына бір короче жаңадан апай келді. Яғни ол апай енді бізде бір басқа жұмысқа, яғни жұмысқа шығып кетті. Сондай. Ана жаңадан келген қайды. Кім еді аты? Ой, атты кім еді? Бір атын ұмытқан болдық қой. Оның аты кім еді? Бір ат қойып алайықшы. Давайте Аяшка. Ой, Аяшка деп ой, блин. Короче, Гүлсім деп қоя берейік. Күшті ат екен. Шақырыңдар бар. Апай, шақырмай қояйықшы, өтініш. Өзі келеді ғой. Тегі бір. Айта бермеңізші ол қыздар. Чотта мені іздеп қалған сияқты апай, отына мен бара берейін. Не болды Гүлсім? Ештеңке болған жоқ. Просто бүгін настроение болмай жүрді. Неге орнын ауыстыра аласыңдар? Не болған сендер настроенияларың жоқ қой? Апай, бізде барлығы жақсы. Жақсы онда біз сабағымызды бастайық. Барлықтарын орындарын ауыстырып аласың, орындарыңа бар дейді. Ой, мен жерде тұрады екенмін. Мен бірінші тұрады екенмін. Жақынырақ тұрсай. Апай жақынырақ тұрмай-ақ қойсын. Жақынырақ тұрады. Жарайды, көп сөйлемей қой. Ал енді сендер бейнелеріне қайталадыңдар ма сендер? Мариям және де кім еді аты? Аттарын ұмытқан болдық қой. Короче, билеріне қайталадыңдар ма? Апай, біз күштілер тұртайынбыз. Жақсы, қазір көрсетесіңдер маған билерін. Музыканы қоса берейін ба? Бірінші нелер қосып істейін. Ал.
Ой, неге мынамыз көшіп жатыр? Ал, давай. Удачи. Ой, светтер сөндіреміз. Еще, давай светтер. Ой, светтер сөндіреміз. Вау, қыздар, өте күшті әдемі белендер. Маған өте қатты ұнады. Ұнағына қуаныштымын. Ей, саған айтқан жоқ. Соны айтам. Қыздар, болды, сөзді доғарамыз. Не olsun, ұрсып қырылысып. Апай, біз ұрсып қырылысқан жоқпыз. Қыздардың қараларының не болды? Иә, апай, Гүлсім дұрыс айтады. Иә, қыздардың қараларының не болды? Жақсы. Жақсы балалар, ой, қыздар, осымен бізде яғни сабақ аяқталды. Сенеге ұнатен ойдамын. Жақсы апай, бізге ұнады. Айтпақшы апай, сіз жарыс болады деп едіңіз ғой? Иә, жарыс болады деп айтқан болатынсыз. Жарыс, оны қазір гардеробқа бара тұрыңдар. Сендерге айтамын. Не? Жарыс боламын ба? Жарыс болса кайф қой. Маған жарыса үнемі ұнайды. Туф, бізге де ұнайды. Соны айтам, бізге де ұнайды. Қыздар болып барын әрине. Жақсы апай. Не істеп отырмын? Білмеймін, не шатаң бар. Давайте сұрап көреміз. Давай, айтпақшы, біз оның шығарамыз деп едік қой. Бүгін шығармай тұрайық. Ертең конкурса сазайын береміз ғой. Жарайды, көреміз. Давай, мен бірін сұрайын ба? Давай, сен сұра. Не істеп отырсың, Гүлсім? Мен қалай айтсам екен? Мен сол биге дайындалып отырмын. Жақсы. Ертең конкурс болады ғой. Қой, ертең бай айтқан жоқ қой әлі. Ой, білеміз ғой. Несі біздің биден группамыз бар да, қыздармен бірақ ода апай жоқ. Мен де қосыңдаршы. Сені қосайық па? Так, ол үшін сен... Ол үшін сен не істеу керек екенін білмейсің ғой? Не істеу керек айтыңдаршы? Ол үшін біздің шарттарымызды орындауың керексің. Қойыңдаршы, қандай шарт айтыңдаршы? Жарайды, бірінші шарт. Осы үйірмеден шығып кетесің. Не? Жоқ, қыздар, мен шыға алмаймын бұл үйірмеден, өйткені бұл үйірме маған сондай ұнап кеткен үйірме. Егер менен құтыла алмайтын болсаңдар, мен бәрібір шықпаймын. Сендер көңілдеріңе қарап қалған жоқпын, ма? Ойбай, біз оған бір жақсылық істесек. Жақсы, өзім біл шықпасаң, қой, ұқтым ба? Өзім білем шығам ба, шықпаймын ба, ода сенің шаттағын болмасын, ұқтым ба? Өкші сендер менің өміріме араласатындай, сендер кімсіңдер, барындашы, құндашы. Ямай, не деп отыр мынау? Түф, осыларға ұрсу керек. Жақсылап мен мінезімді білмейді екен. Мен оғармен дос болып сырласайын десем, одан да еме кеттім. Мә ужас ана дейтін
наоборот бізге түсіп кетті ғой. Соны айтпайсың ба? Мәк точно ертең конкурста оның сыбағасын береміз. Бізден батылып барады ғой. Иә, шынымен дұрыс айтасың. Иә. Ал достар, осымен бізде 5 қыздың соңғы бөлімі аяқталды. Сіздерге ұнады деп ойдамын. Арыма тіркеліп лайктарыңызды, подписканы басып, колокольчикті басып достар. Сау болыңыздар, актив күтемін.